Жер әртүрлі газ қоспасынан тұратын әуе қабығы атмосферамен қоршалған. Ғалымдар атмосфераны температура мен құрамына байланысты бірнеше шоғырланған қабаттарға бөліп қарастырды. Атмосфераның ең төменгі қабаты тропосфера. Оның ең қалың жері экватор үстінде орналасқан. Тропосфераның қалыңдығы шамамен 18 километр немесе 11 миль. Тропосфера полюстердің үстінде жұқа болады. Небәрі 8 километр немесе 5 миль. Жел, жаңбыр немесе дауыл сияқты ауа райына әсер ететін құбылыстар осы қабатта болып жатады. Жер атмосферасы шамамен 78% азоттан және 21% оттектен тұрады. Басқа газдар тек 1%-ді құрайды. Дегенмен олардың маңызы зор. Мысалы, су буы мен көмірқышқыл газы жер бетіндегі өсімдіктерде фотосинтез процесінің жүруін қамтамасыз етеді.